Баршаңызға қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгін видео аглонема гүлі жайында болады. Аглонема гүлдерінің 6-7 сорты алдарыңызда көрсетілген. Әрқайсысы өзінше ерекше, әдемі, көздің жауын алады. Гүл өсіруші, оның ішінде мен де аглонема десе ішкен асымызды жерге қоямыз. Мойындайсыздар ғой, бұл гүлге деген махаббат ерекше. Осы гүлдің күтімі жайлы сіздерге қысқаша ақпарат бере кетейін. Ешқандай өсіруде қиындық туғызбайды. Ең маңыздысы көп су құйып тамырын шірітіп алмасаңыз болды. Ең алдымен топырағы дұрыс болуы керек. Топырағы ауа, су өткізетін өте жеңіл болу керек. Дүкеннен алып келген кез келген цветочный грунтқа отырғыза қоймайсыз. Ол цветочный грунт ауыр болуы мүмкін. Аглонема гүліне жер таңдаған кезде құрамына аса мән бергеніңіз жөн болады. Топырақтың құрамы жайлы видео түсіру барысында айтып отыратын боламын. Ең бірінші алдарыңыздағы аглонема Diamond деген сорт, ақ түсті, жапырағы ақшыл, жасыл суреттермен көмкерілген. Бұл гүл өскен сайын бойға өспейді, жанынан жаңа өсінділер шығып, орыс тілінде айтқанда пышный куст болады. Келесі гүліміз аглонема розовый деп атайын, арнайы сортын білмеймін. Бұл да бір ерекше, жарықтың түскеніне қарай жапырақтары розовый бола бастайды. Жарық аз болса жасылданып кетеді. Әдемілікті сақтап тұру үшін қосымша жарықтандыру қажет болады. Күн жақсы түсетін жерге қойсаңыз болады. Аглонеманы терезе алдына қойсаңыз, тікелей күн сәулесі түспесін, міндетті түрде оңтүстікте тұрса, терезе алдынан 1 метр қашықтықта, орысша айтқанда рассеянный свет түсуі керек. Шығыс немесе батыс терезеге қойсаңыз болады. Егер оңтүстік терезеге қоятын болсаңыз, жапырақтары күнге күйіп қалуы мүмкін. Табиғатта аглонема қанып күнделікті су ішіп тұрады. Бөлме жағдайында қатты топырақтың кеуіп кетуіне жібермеуіміз керек және шылқытып суармауымыз керек. Міне осы балансты ұстау арқылы суарған кезде мұқият болғаныңыз жөн. Кішкентай 1-2 литрлік горшокта өсіп тұрған гүл болса, жаз айларында күніне 1 рет суарасыз, ал қыс айларында 3-4 күнде 1 рет суарасыз. 3-4 литрлік ыдыста өсіп тұрса, жаз айларында 2 күнде 1 рет, ал қыс айларында 4-5 күнде 1 рет немесе аптасына 1 рет суару керек болады. Мынау аглонема крит деп аталатын сорты. Шыққан жапырақ жас кезінде қызыл түсті болады. Сосын уақыт өте келе жапырақтары жасылданып кетеді. Бірақ жиектеріндегі және ортасындағы қызыл түс сақталады. Ал қалған жердегі қызылданып тұрған түстері қайтадан жасылданып кетеді. Жасы келе, қартая келе жасыл түске енеді. Жан жағынан жаңа жас өскіндер, жаңа отростықтар өсе бастайды. Міне алдарыңызда көріп тұрсаңыз, крит жаңа отростықтар бере бастапты. Осы сорттың отросткасын қыздар менен көп сұрайды. Алдағы уақытта мен оларды тамырлатып көбейтетін боламын. Мына сортымыз ол аглонема Мария деп аталады. Изумрудты жасыл түсті жапырақтары жарық жетіспесе де өңін жоғалтпайтын көлеңкеге төзімді сорттардың бірі. Мария гүлі де басқа аглонемалар сияқты түмді аса қажет етпейді. Бұл Мария гүлі менде өте пышный болды. Бөліп қыздарға сатып жібердім, сондықтан менде бір бөлігі қана қалды. Тағы бір гүл аглонема Silver деп аталады. Silver Bay. Бұл да өте әдемі, биік болып өсетін гүлдердің бірі. Ешқандай қиындық туғызбайды. Тек қана суарамын. Қосымша жарықтандыру жоқ. Қараңғы терезенің алдында керемет болып өсіп тұр. Аглонеманың гигант сорты аглонема Фридман биік үлкен болып өседі. Алдыңғы 3 аглонемамен салыстырған кезде бұның жапырақтары өте үлкен, биік, жарық мүлдем түспейтін жерде тұрғанына қарамастан өсуін тоқтатқан емес және жапырақтары үлкен болып шығып жатыр. Күтім жасай алсаңыз үй жағдайында 1,5 метрге дейінгі биіктікте өсетін болады және кез келген үйдің сәнін келтіретіні сөзсіз. Бұл Фридман гүлі басқа гүлдерден ерекшелігі су құйған кезде көп судың тұрып қалуы және шылқытып құюдың қажеті жоқ. Егер әрдайым шылқытып құятын болсаңыз, астыңғы жапырақтары сарғайып тастай бастайды және жапырақтарының ұштарында дақтар пайда болады. Мендегі бар аглонемаларға обзор жасап өттім.
Енді соңғы бір аглонема қалып тұр. Сол аглонеманы пересадка жасайтын боламыз. Бірнеше жылдық аглонема Silver Bay гүлі тоқтамастан гүлдеп жатыр. Инстаграмда менің сторисімді көрген жандар болса хабардар. 5-6 гүл шығып тұр екен. Барлық гүлін қиып тастадым. Сонда да тағы да 3 гүл шығарып, гүлдеуін тоқтатар емес. Не себепті гүл гүлдейді? Егер тамыр жүйесі горшокты толтырса, гүлдеуін тоқтатпайтын болады. Алдарыңызда көріп тұрсыздар, горшокты алып көрсеттім. Тамыр жүйесі толық толтырған екен. Горшоктан қазір босатып, тамыр жүйесін қарайтын боламыз. Міне аглонема гүлі өзінің горшогының, 3 литрлік горшогының толықтай тамыр жүйесі толтырған екен. Маған бұл гүлдің топырағы ұнамай тұр, комок болып қалған екен. Сонда тамырын толықтай топырақтан босататын боламын. Тамыры әппақ, көріп тұрсыздар, барлық топырағынан босатып алды. Қолдан араластырып жасалған жақсы жеңіл топыраққа қайта отырғызатын боламын. Яғни өзінің ыдысына қайта отырғызамын. Горшок 3 литрлік, астына дренаж салдым және шамалы топырақпен толықтырдым. Топырақтың құрамын қарасаңыздар, верховой торф, перлит, древесный уголь, песок, цион қостым. Мен гүлдерге арналған цион қосамын. Яғни алдағы уақытта ешқандай тыңайтқыш құймаймын, тек қана суаратын боламын. Гүлімізді орналастырып алдық. Тамыр жүйесі горшокпен бірдей болып тұр екен. Не себепті мен үлкендеу горшок алмадым? Себебі қазір қыс айы, гүл жай өсетін болады. Сондықтан көктем айында Алла қаласа алда горшогын үлкейтетін боламын. Әзірше 2-3 ай көлемінде осы өзінің горшогында өсіп тұратын болады. Сіз пересадка жасайтын болсаңыз, мен сияқты гүліңіз тамыр жүйесі горшокты толтырған болса, онда горшогын 1-2 сантиметрге үлкендеу ыдысқа отырғызасыз. Мен сияқты топырақтан толық тазалап қажеті жоқ. Маған топырақ ұнамады, сондықтан мен толықтай тазалаттым. Ал егер сіз осы әдісті қайталайтын болсаңыз, тамыр жүйесіне зиян келтіруіңіз мүмкін. Сондықтан соның барлығын ескеріңіз. Ыдыстан ала қоясыз да 1-2 сантиметр горшокқа отырғызып, жан-жағын топырақпен толықтыра қоясыз, болды. Гүл өсіруде тәжірибеңіз болса, онда мен сияқты толық топырақтан босатып қайталай аласыз. Егер тәжірибеңіз болмаса, онда тамыр жүйесін қозғаудың қажеті жоқ. Пересадка жасалып болды, жаңа топыраққа ауысты. Өзінің ыдысына қайта отырғызып, суарып, жылы жарық жерге қойып қоямын. Бірақ менде қатты керемет бір күн түспейді. Соның өзінде мына гүл құлпырып әдемі болып өсіп тұр. Жасы үлкен гүл болғандықтан пересадкаға қарамастан гүлдеуін тоқтатқан жоқ. Гүлі сол күйі өз қалпын сақтап тұр. Міне аглонема жайлы азда болса сіздерге пайдалы ақпарат беріп кеттім. Менің берген ақпаратым пайдалы болса, міндетті түрде бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарийда пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Алда көп видеолар болады және Инстаграмдағы каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.